отандастар, алдымызда келе жатқан Наурыз мейрамы құтты болсын. Баршамызға құт береке, бақыт әкелсін. Бүгінгі күні еңбек ардагері, тыл ардагері Қайша Айтманова апайымыздың ақ батасын алайық. Ал елім жұртым ағайындар, жастарымыз ақ болсын, бақытты болыңдар. Атшаларымыз аман болсын, отанымыз тыныш болсын. Жаратқан Аллам жар болып, ұл-қыздарымыз бақытты болсын. Жұмыстарым жемісті болып, Алладан тілеген тілектерім қабыл болсын. Жастарымыз аман сау болсын. Елімізге тыныштық берсін. Аман сау болыңдар. Наурызымыз құтты болсын. Тілеген тілектеріңе жетіңдер. Жұмыстарым жемісті болсын. Аман сау болып, осы дүниеде аман болыңдар. Ұрпақтарымыз аман болсын. Балапандарымыз аман өсіп-өнсін. Жұмыстарым жемісті болып, аман есен жүйе беріңдер. Алладан тілеген қабыл болсын. Наурызымыз құтты болсын. Ақ батамды Зеренді ауданына жолдаймын. Көкшетау қаласының ақ батасын Зеренді ауданы қабыл алдық. Уа жаратқан ием, халқымызды даласымен сақта, әр әулетті данасымен сақта. Сәбилерімізді анасымен сақта, жастарымызды санасымен сақта. Елімізді қайғы қасіреттерден сақта, осынау байдақ даламызды арам пиғылды тас жүректерден сақта. Тосыннан болар қауіп қатерлерден сақта, табиғаттан болар апаттардан сақта. Басымыз аман болсын, бауырымыз бетін болсын. Сарқылмайтын дәулетіміз болсын. Оны көздің қарашығындай қорғайтын, елім, жерім, халқым дейтін әулетіміз болсын. Күніміз ұлысты болсын, еріміз ырысты болсын. Алтын мен мұнайдан түсер пайда халқымызға жұғысты болсын. Айтып келмес өрттен сақта, дауасы жоқ дерттен сақта. Қатырамыз бәрін дейтін орындалмайтын серттен сақта. Айдақарлардың зәрінен сақта, қан құмарлардың кәрінен сақта. Тыныш жатқан елімізді осы айтқандарымның бәрінен сақта. Әр күніміз шуақты болсын, халқымыз бай қуатты болсын. Осы армандарымыз орындалуға жаратқан ием өзі жар болсын. Әумин. Осынау ақ батамызды Біржан-Сал ауданына жолдаймыз. Алла тағала Зеренді ауданының ақ батасын Біржан-Сал ауданына қабыл алдық. Алла тағала мынау елдеріңде ақ мол болсын, үйлеріңде ақ мол болсын, ақ көп болсын. Келіп жүріп жатқан жылы 12 айдан солтығына Рамазан шәріпке тегістігін беріп, ижмәл өткізсін. Алла тағала бүкіл жезінде ислам ұстаған мұсылман қауымға қуат берсін. Алла тағала бүкіл мынау қазақтың елінің сыртқы жаудан, ішкі жаудан сақтасын. Осы ақ ниетті ақ батаны Астрахан ауданына жолдаймыз. Біржан-Сал ауданының ақ батасын Астрахан ауданы қабыл алдық. Уа халқым, пенде біткен үйіңе келіп, өздеріңді сағалап жүрсін, ұл-қыздарың ағалап жүрсін, ұрым бұтағың мың болып жер шарын аралап жүрсін. Ұлу жылы ақ жүгері шашақты болғай, арпа ойдай масақты болғай, дәуелі бақ жемісті болғай, жоталы дөңгегісті болғай, бақ дәулетің сарқылмасын. Ай тәңірі іркілмесін, күн тәңірі күрсінбесін, жер зілзаладан сілкінбесін. Сапарда дүлдүл көлігің болсын, қатарда қыдыры серігің болсын. Өткенің бары иманды болсын, тайынды жүзің дидарлы болсын. Бүгінгі ұрпақ аталы болсын, аталар ақ баталы болсын. Ертең ұрпақ бабалы болсын, бабалар ақ жағалы болсын. Наурызымыз құтты болсын, жастарың жүзге жетсін. Әумин. Құрметті қазақстандықтар, ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі құтты болсын. Әр отбасыға денсаулық, молшылық, бақ береке әкелсін. Наурыз құтты болсын.